Барлығына қайырлы күн. Бұл видео 21 наурыз күні түсірілген болатын, бірақ уақыттың тапшылығына байланысты жаңа ғана, енді қазір ғана дыбыстауға мүмкіндік болып жатыр. Жалпы бұл біздің ауылымызда болып жатырған жәрмеңке. Мен бұл жерде мамама сауда-саттық жасауға көмектесуге шыққан болатынмын, және менің мамам бізге наурыздық мерекелік көңіл-күй сыйлап тұрғаны. Жалпы сол күні ауа райы керемет болды, күн ашық, жылы, кәдімгідей наурыздық көңіл-күй сезілетіндей жағдай болды. Жалпы жәрмеңке өте қатты ұнады. Бұл жерде біздің акимат енді 6 бақан құрып қойған. Сонда жаңағыдай ауылдың балалары 6 бақанда ойнаған болатын. Жалпы енді сол кезеңдегі жәрмеңке жалпы жақсы өтті, өйткені деген енді табысты өтті деп айтсақ болады. Саудамыз жақсы жүріп, бір жағынан концерт қарап, бір жағынан сауда-саттығымызды жасаған болатынбыз. Бұл жерде мен өзімнің наурыздағы образымды көрсетіп жатырмын. Бұл көк камзолды маған анашым сыйлаған болатын. Енді наурызға байланысты, наурыздық көңіл-күйге байланысты осы мерекеге лайық киім киіп баруға шешім қабылдаған болатынмын. Ал бұл жерде серке көтеру деп аталады. Үлкен балалар, жаңағыдай жігіттер осылай серкені көтеріп, өздерінің күштерін сынаған болатын. Бірақ шын мәніне келгенде мен жануарларды бүйтіп қорлауына кішкене өзімнің қарсылығымды білдірем. Болашақта мүмкін адамдар саналы түрде жаңағы ешкі қойды көтермей, керісінше бір муляж жасап көтеруге мүмкіндіктері болады деген үміттемін. Өйткені ол жерде ешкінің дыбыстары шықты, кәдімгідей қиналып жатырған, сондықтан жан-жануарларды үйтіп қорлаудың орнына бір макет жасап, соны көтерген дұрыс деп ойлаймын. Жалпы бәрінде керемет көңіл-күй болды. Бұл жерде менің мамам басқалармен билеп жүр. Ал осы жәрмеңкенің соңында мен наурыз көжені дәмін татқан болатынмын. Дәмі өте керемет болды, өте қатты ұнады. Жалпы осы жәрмеңкеге барғаныма мүлдем өкінген жоқпын. Барлығы керемет болды.